Сәлем достар. Бүгін мен ең кішкентайым балабақшаға барады. Сондықтан соны балабақшадан алуға қызым екеуміз бүгін келдік. Себебі жалпы мен үлкен балаларым бар. Солар балабақшаға өздері алып келеді. Кешкі уақытта бір тал қызым бар, 4 ұлдың арасында. Сол кішкентайымды балабақшадан алып кетеді. Бұл бізде батырдың есімі Алдияр. Шала сөйлейді, қазақша, орысша. Әйтеуір садикке келіп, білмеймін не түсіндіретін, жалпы балалармен ойнауы, қабілеті бәрі өте жақсы. Балабақшадан шықтық біз дереу жолдан смол магазиніне кіріп, сол жерден кешкі асқа, таңғы асқа заттарымызды алып алдық та, бүгін кешкі асқа сеюге келдік. Отбасымызбен жолдан екінші ұлым қосылды. Бүгін кілт жасатуға жіберген болатынмын. Сосын сеуге барайық, мама, давай лапша жейік деді. Сосын лапшаны екінші ұлым өзі дайындады. Осындай аппараттар бар екен, қызық екен. Маған да өте қызық болды. Кәріс тағамдары. Жалпы мен лапшаны жақсы көрмеймін, онша-монша. Мен жегім келетін ет негізі. Арасында мынау менің батырым. Осындай бір трюктер көрсетпесе болмайды. Арасында бір приключение көрсетеміз. Мынау біздің лапшамыз қайнап жатыр мына жерде. Бұл менің астапқы блогым, осылай озвучкамен жасап жатқан. Сіздерді мені қолдап кетеді деген ойдамын. Өзіме де қызық болып тұр. Мынау менің қызым. Лапшаны күтіп тұр. Ал мына жерде менің екінші ұлым лапша жемеймін де өзінше тойып тұрмын деп еді. Сонымен токпоки алуға көндірдік. Өзіне токпокині дайындап жатыр мына жерде. Мынау тағы да бізде Алдияр лапша жеймін деп шыдамсызданып тұр. Себебі бұл Қытайдың лапшасын жақсы көреді. Ал мына жерде біз кәріс лапшасын дайындап жатырмыз. Содан қайнап бүкіл пропорциясын бәрін дайындап алғаннан кейін бәріміз отырдық та бірге отырып жедік. Бірақ бізге қазақтарға тән емес деп ойлаймын. Мен жалпы өзім жақсы көрмейді екенмін. Маған нан, мен, қамыр, ет деген тамақ болмаса. Мынау енді токпоки піскен сәті. Күріштен дайындалатын тағам ғой. Ешқандай зияны жоқ, алайда маған ұнамайды екен. Бұл менің лапшам. Ішіне сосиски қостым. Говяжий, хотя бы еттің бір дәмі шықсын деп ойладым. Себебі етті қатты сағынады екен. Мынау Алдияр бізде вилкамен жемеймін, таяқшалармен жеймін деп Нориді ұстап отырған Алдияр.